не бар еді. Аудандық білім бөлімінің басшысы Майра Айдарбекқызының мына жерде құрмет мадақтамасы бар, соны табыс етуді рұқсат етіңіздер. Құрметті Гүлсім Пермебайқызы, ұстаз ұлағатты есім. Мектеп табалдырығын аттаған бүлдіршіндерге әліппені оқытып, қолға қалам ұстатып, жақсы қасиеттерді бойына дарытып, дүниетаным мен көзқарасын қалыптастыратын ұстаздың еңбегі ерен. Сіз білім саласында қызмет етіп, ертеңгі елдің саналы ұрпағын тәрбиелеп жүрсіз. Қызығы мен қиындығы қатар жүретін ұлағатты жолда өз әріптестеріңізге үлгі бола білдіңіз. Білімді, дарынды, өнерлі шәкірттеріңіздің болашағына жол ашуда аянбай еңбек етіп келесіз. Осындай ұстаздық өмір жолыңызда мықты денсаулық, шығармашылық табыс, отбасыңызда амандық тілейміз деген мадақтамасын табыс етіп жатырмыз. Осы орайда шығармашылық топ мүшелерін айтты, біздің ауданда шығармашылық топ әр мектептен осындай жақсы ұстаздарымыз бар, үлкен жаңағыдай тапсырмалар болғандықта бірге жиналатын шығармашылық топ мүшелері Гүлназ әпкеміз бен Жәмила әпкеміз, және соның ішінде осы Гүлсім де бар сол шығармашылық топта. Осы қыздардың өзінің құттықтауы бар екен. Саламатсыздар ма? Құрметті қауым, бүгін Гүлсімнің кереметте шығармашылық кешінің куәсі болып отырмыз. Бағанадан бері жақсы жұмыстармен таныстыңыздар өздеріңіз. Әттеген-ай, осындай белестерді асауларды өтсек дегенде ішімізде бір түйіріп отырмыз. Сол осындай қадамдарға біз де жете берейік. Әлде болса да, жас болса да, керемет дүниенің бәрін көрсетіп жатыр. Қазақта жақсы сөз бар, бұлақтың көзін көрсең аш деп. Бірінші аудандық білім бөлімінен әртістеріміз, Нұргүл әпкей бастаған ұжымы осы бұлақтың бетін ашып, негізі жалғыз адам жасаймын, дүниемді көрсетемін, істеймін дегенмен ештеңе шықпайды, қолдаусыз. Егер де қолдаусыз дүние болатын болса, бұндай болып кереметті болып жазылар еді. Сіздерге үлкен рахмет. Гүлсімнің бағы бар шығар.